Өте оңай торт дайындаймыз. Ол үшін мұздатқыштан алынған сары майды күштен өткіземіз және осылай майдалап құмшекер қосып қолымызбен есейеміз. Қызып тұрған табаға салып, орташа отта осылай тоқтаусыз араластыра отырып қызартып аламыз. Қайнатпалық крем дайындау үшін жұмыртқа, құмшекер, крахмалды араластырып аламыз. Үстінен аз-аздап сүт қосамыз да бояу отқа қойып, тоқтаусыз араластыра отырып қоюланғанша қайнатамыз. Сары май салып, бетін жауып ерігенше қалдырамыз. 18 диаметрлік форманың көмегімен осылай тортты жинаймыз. Бірінші крошканы саламыз, одан соң кремді тегістеп салып шығамыз. Содан соң тағы крем, крошки бетіне жаңғақ немесе шоколадпен әрлесеңіз болады. Тоңазытқышта 2-3 сағат ұстайсыз. Осымен біздің өте оңай әрі өте дәмді тортымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ас болсын!